Көптеген курстарда айтады, маркетинг исследование жаса, WordStat Яндекс бар, Google AdWords бар, не нәрсеге сұраныс көп екен, не нәрсені пайдаланып жатыр екен, соны ізде дейді. Оның бәрі уақыт кетіру босқа. Сіз просто бар деп реклама бересіз. Звондаса айтасыз, товарым бітіп кетті. 15 күннен кейін келесі партия келеді, ешкімге зияны жоқ өтірік айтасыз. Саудамен айналыссаңыз да, білетін нәрсемен айналысу керек. Бізде мысалы Бағланның өзі осында қанша кәсіп жасап жүріп, өткен жолы бір тест жасаған, бір мотоциклдер өте жақсы сұранысқа екен, реклама беріп еді, бәленбай адам хабарласты, сапасы жақсы әкелді, бірақ клиентке түсіндіре алмайды. Мотоциклдің бүкіл, енді қыз бала ғой, өмір мотоцикл теуіп көрмеген, ұстап көрмеген. Сондықтан білетін нәрсемен айналысу керек. Мүмкін оның пайдасы жақсы, сұранысқа ие шығар, бірақ сен оны білмесең, қыр-сырын білмесең, сен одан эксперт болмасаң, айналысып қажет емес. Ең бірінші, біз қазір товардың өзін, миллиондаған товар көрсетеміз. Сонда мынаны мен тез, егер даже бұны білмесем де, бір аптаның ішінде бүкіл характеристикасын прям сықылдатып тұрып айтып бере аламын ба, мен консультант деңгейінде бола аламын ба деп. Осы уақытқа дейін немен айналыстың, осы уақытқа дейін қандай білімділігің бар. Егер қызмет түрі болса, монетизировать свои знания. Білген біліміңді енді табыс көзін айналдыру. Екіншісі, сұраныс бар ма жоқ па? Сұраныс бар ма жоқ па екенін білу үшін ең алдымен әрине чек-лист жасап аламыз. Содан кейін барып, сіздерге тегін алаңдар береді, 150-дей тегін алаң. Плюс ақыл алаңдар көрсетеді. OLX, Сату.kz, Market.kz, Инстаграмдағы, Фейсбукта, ВК-дағы ақылы топтар бір 10-15 мың теңгедей сіздер жарнамаға ақша дайындау керексіздер. Жоқ болса қарыз ал. Өйткені жарнама ол двигатель торговли. Сіздер қазір телешкімен келдіңіздер. Егер қалай дұрыс жарнама берсеңіздер, ол мәшинеге айналады. Уже итермейсің, ол мотор. Сондықтан біз қалай тақырыпты қалай жазу керек, тақырыпшаны қалай жазу керек көрсетеміз. Елдің көзіне түсетіндей, елдің сілекейін ағып, шіркін-ай, мына қызмет түрін мен таңдап алсам, бала оқытып батырсың ба, там ағылшын тілін, түрік тілін, медицинский центр, парикмахерский ресторан, кафе, ресторан сияқты осы қызмет, осыны барып тұтынсам деген, болмаса мына өндіріп жатқан, болмаса сатып жатқан затыңды алсам деген ниетті оғызатын, сілекей ағызатын жарнама жасауды үйретеміз. Реклама бере бастайсыңдар. Товар жоқ сіздерде. Даже қызмет түрі жоқ әлі. Бала үйрететін оқу мектеп ашып жатсыздар, спортқа үйрететін бір үйірме жасап жатсыздар. Әлі ашқан жоқсыздар, бірақ сол бар сияқты, соны ашып тастаған сияқты, ана товарын қоймада толып тұрған сияқты жарнаманы бересің бұрқыратып. Тегін ақыл алаңдарға. Соңын адамдар хабарласа бастаса, айтасың, товарым бітіп қалды. Ал мектебімді 2 аптадан кейін ашам. Қазір міне адамды жинап жатырмын, набирать етіп жатырмын группаны. Осылай кездесейік деп. Сұраныс бар болса, айналысасың, сұраныс жоқ болса, айналыспайсың. Көптеген курстарда айтады, маркетинг исследование жаса, WordStat Яндекс бар, Google AdWords бар, не нәрсеге сұраныс көп екен, не нәрсені пайдаланып жатыр екен, соны ізде дейді. Оның бәрі уақыт кетіру босқа. Сіз просто бар деп реклама бересіз. Звондаса айтасыз, товарым бітіп кетті. 15 күннен кейін келесі партия келеді, ешкімге зияны жоқ өтірік айтасыз. Осы арқылы сұранысты бір товар тексеріп көресіз. Алдымен 5 товарды, то есть 20 товар, оң кейін келесі 20 товар, келесі 20 товар, прям қазір жақсы сатыла бастайтын зат таңдап алғанша. Ұсақ затпен айналыспаған дұрыс негізі. 5 мыңнан жоғары қалай. 5 мыңнан төмен болатын болса, маржасы, мысалы қазір бана Батим апаларың айналысып жатыр, бір 100-200 теңге қосады, бірақ оптым. Бұлай деп есептеу керексіздер, кемінде 1 миллион теңге табу керекпін деп. Ол үшін қанша сату керекпін? Бір айдың ішінде. Осынша зат сату керекпін. Неғұрлым маржасы жоғары болса, соғұрлым жақсы, пайдасы. Әрине, пайда табу үшін оған саған бәсекелестер, саған мүмкіншілік беруге тиіс. Ол үшін интернетке кіресізді, OLX, Сату.kz, Google-ға кіріп, конкурент зерттейсіздер. Конкурент зерттеу осыдан 10 жыл бұрынға қараған кезде 100 есе оңай. Бұрын біз конкуренттерді справочниктен қарап, оған біреулерді жіберіп, оған звондап, товарын қарап, аяқпен жүріп зерттейтін болатынбыз. Қазір үйде отырып аласыз да жазып кеп қаласың, мысалы. Автохолодильник сатам. Автохолодильник. Анау 7 мыңнан, мынау 8 мыңнан сатып жатыр екен, пайдасы жоқ, значит, мен сата алмаймын. Болмаса, мысалы, сен автохолодильник, мен кеше көріп қалдым, автохолодильник салтанат білмейсің бе, қаншадан сатып жатыр? 8-ден алады, 16-тан сатады. Сіз 16-тан сатам деп айтасыз, 16-тан сататын болсам, бір кеп холодильникте 8 мың теңге қалады. Окей, әрине, OLX-те бір нашар объявление тұрса, ол саған конкурент емес.
Егер оның әлеуметтік желісі, ВКонтактеде, Инстаграмда, Фейсбуктағы әлеуметтік желіде бүкіл характеристикасы керемет жазылған, сайты керемет, ондай болса айтасың, мынау тайсын екен, мені бір ұрып жығап кіріспей ақ қояйын деп, да? Егер ондай аз болатын болса, онда смело, онда кірісесің. Да, мен үстіне бірге бір қосып сата алады екенмін деп. Осы сияқты сіздерге мыңдаған товарларды көрсетеді. Пайдасы түсінікті ғой, қалай бәсекелестері арқылы. Қаншаға келді, қаншаға сата аламын, қанша менде конкурент бар екен.